Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осы Теле2-ден акционный тариф 2590 теңгелік тарифке қалай қосылуға болады, сол жайында айтатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер, каналға тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, ары қарай қалай қосылу керек екенін білетін боласыздар. Менде қазір 4890 теңгелік тариф, особо выгодный 2 деген осы тарифпен жүрмін. Енді осы тарифті ауыстыруға тырысып көреміз. Басқа тарифке, яғни 2590 теңгелік тарифке ауыстырып көруге тырысамыз. Бұл тарифтің бағасы келесі айдан бастап 6500 теңгеге жақындап қалды. Соған байланысты басқа тарифке ауысу керек болды. Бүгін 20 март, яғни ертең 21 мартта менің тарифімнен ақша снимать етілу керек. Енді 2590 теңгелік тарифке қалай ауысамыз, сол жайында айтатын боламын. Сол тарифке ауысу үшін арнайы мен балансты 2590 теңгеге толтырдым. Яғни сол тарифке ауысу үшін ақша жеткілікті болу үшін. Қазір менің балансымда 2590 теңге бар. Выгодный промо 2590 теңгелік тариф негізі архивный тариф. Бұған қазір қосылып көреміз. Арнайы жұлдызша 121 жұлдызша 0 решетка деген пәрмені бар екен, соны теріп қосылуға тырысып көреміз қазір. Жұлдызша 121 жұлдызша 0 решетка. Осыны тереміз. Сосын қолданылған қор жойылады дейді. Яғни бұрында қалған қазір жерге 1 деп басамыз, иә деп, отправить деп басамыз. Енді тарифті қайта қосуға теңгемде қаражат жеткіліксіз дейді. Қаражат жеткіліксіз дегеніне байланысты тағы 100 теңге салдым балансқа. Қазір менде 2690 теңге бар. Қазір енді тарифті қайта қосып көреміз. Жұлдызша 121 жұлдызша 0 решетка. Қоңырау түймесін басамыз. Бізде қазір шығады. Қор жойылады, яғни 1-ді басамыз, отправить дейміз. Бұл жерде тағы солай шығып тұр. Тағы сол қаражат жеткіліксіз деп тұр. Енді бұл официальный қосылу тәсілі, официальный сайтта, архивный тарифтерге қосылуға болмайды жазылған. Енді қазір басқа жолмен қосылатын боламыз ол тарифке. Яғни арнайы Теле2 қызметкерлерінің көмегімен қосылатын боламыз. Кез келген өзіңізге жақын орналасқан Теле2 центріне барып, сол жерден қостырып алсаңыздар болады. Оның үшін міндетті түрде Билайн сим-карта болу керек. Не болмасам актив сим-карта болу керек. Теле2-ны бұл тарифке, яғни қолданып жүрген Теле2-ңызды қолдана алмайсыз, яғни қоса алмайсыз 2590 теңгелік тарифке. Оның үшін Билайн нөмір, не болмасам актив нөмір болу керек. Соны сіздің нөміріңізді сақтай отырып, ары қарай сол нөмірге тарифті қосып береді Теле2-ны. Менде бұрыннан бері қолданып келе жатқан Билайн нөмірі болды. 10 жылдан бері 8705 658 2805 деп сол нөмірді Теле2-ға ауыстырдық компанияны. Нөмір сол күйі қалады, бірақ Теле2-ның компаниясы болып қалды нөмір. Осылай сіздерде бұрыннан қолданып келе жатқан нөмірді ауыстырғыңыз келмесе, бірақ тариф қымбаттап кеткен болса, осылай ауыстырып алсаңыздар болады арзан тарифтерге, басқа компанияға. Оның үшін міндетті түрде сіздің қолданып жүрген нөміріңіз өз атыңызға тіркелген болу керек, яғни өзіңіздің аты жөніңізге. Егер басқа біреудің атында болса, ол тарифті, яғни қоса алмайсыз, яғни нөміріңізді қолданып жүрген болсаңыз да, бірақ басқа компанияға өткізе алмайсыз ол нөмірді. Сосын балансыңызда міндетті түрде 1 теңге болса да болу керек ішінде. Минус болмау керек, сол кезде қосылады. Минус болса отказ келеді. Кез келген Теле2 орталығына барасыздар, сол жерден айтасыздар, мен Билайн нөмірімді Теле2-ге ауыстырғым келеді. Және қазірде акция болып жатқан 2590 теңгелік выгодный промо деген тарифке ауысқым келеді деп айтасыз. Содан кейін олар өздері ауыстырып береді. Жасалу барысында сіздерден удостоверение сұрайды, және бетіңізді фотоға түсіреді. Оны міндетті түрде өзіңіз барып жасатуыңыз керек. Центрге барып, басқа біреу жасай алмайды оны. Бұл акционный тариф болғандықтан, бұл уақытша ғана, үлгергендер үлгеріп, осыған тіркеліп қалады. Егер үлгермегендер уже басқа тарифтер тағы акционный болып шығады, бірақ ол кезде бұнда выгодный болып шықпайды. Сондықтан максимально тіркеліп үлгеріңіздер ертерек. Яғни қай уақытқа дейін десеңіздер, осы марттың 28-іне дейін срок қойылған. Сол 28-нен кейін уже Теле2 ол тарифтердің условияларын өзгертуі мүмкін. Қай жаққа қарай өзгертуі белгісіз. Мүмкін одан да жеңілдіктер болуы мүмкін, не болмаса қымбаттауы мүмкін, не болмаса ішіндегі жеңілдіктерді алып тастауы мүмкін. Нөмірді ауыстыру кезінде міндетті түрде жаңа нөмір сатып аласыз. Яғни мен 3000 теңгеге жаңа нөмір сатып алдым. Ішінде 3000 теңге балансымен ішінде жаңағы тарифпен қосып береді. 2590 теңгелік тарифке. Оның үшін
сайттан смс келеді, мынандай код келеді. Жаңағы Теле2 қызметкеріне осы кодты айтасыз. Содан кейін мына Билайн нөміріңізді, мысалы мен Билайн нөмірімді осы жаңадан сатып алған сим картаға ауыстырады. Міне осы. Яғни бұрында қолданып жүрген сим картаңызды телефоннан алып лақтырып жібереді. И мына новый сим картаны қояды телефонға. И сонымен осы нөмірді орнына қояды. Яғни осы нөмірге мына ұмытып тастайды да, осы нөмірді мына жерге қойып қояды. Сонымен сіздің нөміріңіз, Билайн нөміріңіз Теле2-ға ауысады. Заявка тастағаннан кейін бір 15 минуттай өтті. 15 минуттан кейін мынандай смс келді. Поздравляем, номер успешно перенесен деп. Болды, осылай ары қарай уже нөмірім Теле2 компаниясына ауысты, яғни акционный тарифке қосылды. Сол жерде жұмыс жасап жатқан оператордан жаңағы қызметкерден сұрадым, бұл тариф қай уақытқа дейін деп. Енді ол кісінің айтуы бойынша кем дегенде бұл тариф акционный тариф болғандықтан 4-5 жылға дейін осы сақталады осы сумма деді. Тағы да жаңағы өзгерістер болып өзгеріп кетпесе деді. Негізі акционный тарифтер солай сақталып тұрады 5-6 жылға дейін. Содан кейін барып бағасы қымбаттауы мүмкін деді. Солай мен Билайн нөмірімді Теле2-ге ауыстырып акционный тарифке қосылдым. Сіздерде де егер сондай Билайн нөміріңіз, Теле2 нөмірлеріңіз, актив нөмірлеріңіз бар болса, қымбаттап кеткен болса тарифі, ол кезде мен осылай қолданып жүрген Билайн нөмірді, немесе актив нөмірді осылай Алтелге, немесе Теле2-ге ауыстырып акционный тарифтерге қосылсаңыздар болады. Ал енді сіздерде Теле2 антенна шықпайтын болса, яғни сет шықпайтын болса, онда сет шығатын тарифке ауыссаңыз болады. Мысалы Билайн нөмірді активтің 3000 теңгелік тарифі бар, акционный тариф болды. Соған қосып алсаңыздар болады. Яғни ол жерде полный социальный сетте безлимит и бірнеше минут береді, смс береді. Сондықтан қазір уақыт жоғалтпай тездетіп қолданып алыңыздар. Қазір сондай акция жүріп жатыр бүкіл компанияларда. Сол акционный тарифтерге барынша тездетіп қосып алыңыздар. Бұның уақыты шектеулі. Бұл уақыт өткеннен кейін уже ол тарифтерге қосыла алмайсыздар. Қазірде Билайн нөмір бұл Теле2-ға ауысып кетті. Яғни қазір бұл Билайн нөмір емес, яғни Теле2-ға ауысты. Каспиймен толтыратын кезде балансты осы нөмір терсек, бізде Теле2 болып шығатын болады. Менде тариф қосылған 2590 теңгелік тариф, выгодный промо деген. И міне осылай тарифті қосып ары қарай қолдансаңыздар болады. Міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Барынша осы видеоны туған-туысқандарыңыз бәріне таратыңыздар, қалай қосылу керек екенін біліп алсын. Олар да жаңағы ақшаны үнемдеп, тарифке босқа көп ақша төлегенше осы тарифке қосылып, ақшаларыңызды үнемдесеңіздер болады. Сондықтан барынша репост жасап, потребителяны бөлсеңіздер.